Жезқазған технология және сервис колледжі 1955 жылы алғашқы жұмыс жолын бастаған. Колледжде 40-тан аса оқытушылар мен өндіріс шеберлері еңбек етеді. Олардың ішінде магистрлер, білім беру ісінің құрметті қызметкерлері және біліктілігі жоғары өндіріс шеберлері де бар. Колледж 3 ғимараттан тұрады. Колледжде 9 өндіріс шеберханасы, асхана, жатақхана, спорт зал, 3 компьютерлік сынып, 54 оқу процесінде пайдаланатын компьютерлер және 21 оқу кабинеттері бар. Жезқазған технология және сервис колледжі студенттерді 5 мамандық бойынша даярлайды. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану. Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету. Келесі мамандық шаштараз өнері және сәндік косметика. Кәсіпорындар мен компаниялар тарапынан үлкен сұранысқа ие тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы. Еңбек нарығында аса зор сұранысқа ие болып жатқан тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы. Атанып қаланың студенті, сен жаңа әлемге түстің енді. Балапан едің алтын ұяның, қос болып сен ұштың енді. Жатақхана тұрағың болады, жастық шақ қызықтарға толады. Алдыңда қаншама белестер мен асулар, талай көп әлем. Кел студент қосыл бізге, кел студент бақыт ізде. Болса да қиын күндер, жақын болашақтан сені үмітіңді бір үзбе. Жастық шақтың сәулелі, кезі шашқан тәттарай, ең қызықты дәурені. Студенттік шақтарай, жатақхана, общага, оны да бір бақсана. Тойып алып жатасың, китайский лапшаға. Семинарға бармайсың, сессияда зарлайсың. Жақсы баға дегенде оңайлықпен алмайсың. Емтиханға барасың, шпаргалка салып ап, өтсең семәз боласың, үштік болсын алып ап. Ең бірінші курста сабағынан қалмайды, ал екінші курста бірде-бірге жалғайды. Курсында үшінші корпусқа көп бармайды, төртіншіге келгенде түске дейін ұйқысы оңайлықпен қанбайды. Бесіншіге келгенде 1-2-3-4-іңді шеттерінен жалмайды. Осылардың бәрі бар, қызығы бар, сәні бар. Студенттік өмірді шын көңілден қабылда. Кел студент қосыл бізге, кел студент бақыт ізде. Болса да қиын күндер, жақын болашақтан сені үмітіңді бір үзбе.
Болашақтың тізгіні білімді жұмысты жастардың қолында.